Сөз депутат Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі. Рахмет, Маулен Сағатханұлы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет басшысы өз жолдауларында өңірдегі тозығы жеткен инфрақұрылымдық желілерін жаңғыртуды, оның ішінде жылу энергетикаға аса көңіл бөлу қажеттігін айтып келеді. Қабылданған энергетикалық және коммуналдық секторлардағы жаңғырту ұлттық жобасының мақсаты коммуналдық инфрақұрылым тозу деңгейін төмендету. Ендігі күрделі мәселе тұрғындар мен заңды тұлғаларға жылумен және ыстық сумен жабдықтау қызметін көрсету саласындағы табиғи монополия субъектілеріне қолдау арқылы жаңа маусымға дайындық. Республика бойынша жылумен жабдықтау жүйелерінде жалпы 13.144 қазандық жұмыс істейді. Оның ішінде орталықтарылған 66 қазандық қызмет атқарып, орташа тозуы 57%-ға тең. Ал 2024 жылдың соңындағы талдау нәтижелері бойынша жылумен жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы 13.313 километрді құрап, орташа тозуы 52%-ға жетіп отыр. Жылу энергиясын өндіру барысында кәсіпорындардың негізгі шығыны тауарлық отын сатып алуға жұмсалады. 2023 жылғы 6 маусымдағы энергетика министрінің 210 бұйрығымен 2028 жылға дейінгі кезеңге тауарлық газдың ішкі нарықтағы көтерме сату шекті бағалары 15%-ық жыл сайынғы өсіммен бекітілген. Табиғи монополиялар туралы заңның 15 бабы 1 тармағына сәйкес тариф реттелетін қызметті көрсетуге кеткен шығындарды өтеуге және осы субъектілердің жұмысын тиімді жүргізу мен дамуын қамтамасыз ету мақсатында кіріс түсіруге бағытталуы тиіс деп көрсеткен. Сонымен қатар ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы нөмір 90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларының 601 тармағына сәйкес тарифті өзгерту уәкілетті орган ведомствосының бастамасымен жылына 2 реттен, ал субъекттің бастамасымен жылына 1 реттен артық емес жүзеге асырылады. Ведомство бекіткен тарифтің әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін өзгерту негіздері ретінде стратегиялық тауарлардың түрі мен құнын өзгеру және немесе стратегиялық тауарлар тасымалдауға реттелетін тарифтердің өзгеру болып табылады. Осылайша табиғи монополия субъекттері тарифті өзгерту туралы уәкілетті органға өтініш білдіргенімен, кәсіпорындар жылына 1 рет өзгерту құқығын пайдаланып қойғандықтан өтініштер қабылданбайды. Алайда 2021 жылғы 1 сәуірден бастап тауарлық газ бағасының өсуіне байланысты және екінші кезеңі 1 шілдеден 28%-ға тағы да өседі. Аталған мемлекеттің шығындары көбейіп, жылыту маусымына кедергі болатыны сөзсіз. Уәкілетті орган жоғарыда көрсетілген заңның 15 бабы 1 тармағын басшылыққа ала отырып, стратегиялық маңызы бар отын құны өскен сайын тарифті өзгерту бастамасын міндетті түрде ескеру қажет. Осыған орай, жылу энергиясын өндіру және жеткізу саласындағы субъектілердің қаржы шаруашылық қызметін жақсарту мақсатында табиғи монополиялар туралы заңының 8 бабының 10 және 12 тармақтарына сәйкес тарифтерді қалыптастыру қағидаларының 601 тармағына келесі өзгерістерді енгізу қажеттілігі туындауда. Стратегиялық тауарлардың бағасы өзгерген жағдайда жылу өндіруші табиғи монополия субъектілеріне бекітілген тарифті өзгерту туралы өтінішті бірнеше рет жолдауға құқық беру. Аталған өзгерістерді енгізу шығындардың азаюына және қазандықтарды күтіп ұстауға, күрделі жөндеу мен қайта жаңғырту жұмыстарына қаражат бөлу мүмкіндігінің ұлғаюына, сондай-ақ саладағы инвестициялық тартылымдықтың артуына алып келеді деп есептейміз. Құрметті Олжас Абайұлы, жоғарыда баяндалған мәселелердің өңірлердегі энергетикалық және коммуналдық кешені жақсарту үшін ұсынылған өзгерістерге қолдау білдіруіңізді, сондай-ақ депутаттық сауалды қарау нәтижелерін белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді сұраймын. Депутаттық сауалын толық мәтін жолданатын болады. Құрметпен Сенат депутаттары Орынбеков, Макижанов, Карплюк, Бекенов, Арубаев. Назарларыңызға рахмет.